Сәлеметсіздер ме, құрметті көрермендер, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге жұп-жұмсақ дәмді болып шығатын тоқаштың рецептісін ұсынамын. Қажетті ингредиенттердің барлығы видеоның төменгі бөлігінде описание бөлімінде жазылған. Видеоны соңына дейін қарап, каналыма тіркеліп, лайк басып, пікір қалдырып, қолдап кетулеріңізді сұраймын. Ең алдымен жылы сүтке еріген сары майды қосамыз. Қант қосамыз, тұз қосамыз. Содан соң жақсылап қанты ерігенше араластырамыз. Бір жұмыртқаны қосып, тағы да жақсылап араластырамыз. Құрғақ ашытқыны қосамыз. Барлығы біркелкі болу үшін жақсылап араластырамыз. Содан соң ұнымызды електен өткізіп, венчиктің көмегімен араластырып отырамыз. Массамыз қоюланғанша жаңағы венчикпен араластырамыз. Одан кейін қолымыздың көмегімен жұп-жұмсақ қамыр илейтін боламыз. Ұнды көп қоспаймыз. Қамырымыз жұмсақ болып шығу керек, қатты болып қалмау керек. Әйтпесе тоқашымыз тығыз болып кетеді. Артынан дайын қамырға бетіне бір ас қасық өсімдік майын жағып, бетін жауып, 1 сағатқа жылы жерге қойып қоямыз. 1 сағат уақыт өтті, мінекей қамырым жақсы болып көтерілген. Енді осы қамырды кішірек бөліктерге бөліп аламын. Мінекей осылайына видеода көрсетілгендей бөліктерге бөліп дайындап аламын. Содан соң оқтаудың көмегімен немесе мен сияқты қолымызбен жаңағы кішкентай қамырдың бөлігін басып аламыз. Содан соң видеодағыдай тоқаш жасаймыз. Мен ортасына біраз қант салдым. Сіздер өз қалауларыңызша вареный сгущенка, мейіз немесе повидло қосуға да болады. Және тоқаштың формасында өз қалауыңызша басқаша қылыпта жасауға болады. Ортасына ештеңке салмайым десеңіз де өз еріктеріңіз, қалай жасасаңыздар да осы қамырмен тоқаштарыңыз үлпілдеп, жұп-жұмсақ болып, жақсы болып шығады. Мен өзім үнемі осы рецептпен жасаймын. Өте тексерілген жақсы рецепт. Тоқаштардың бәрін жасап алған соң енді бір жұмыртқаға біраз сүт құйып араластырып, осыны тоқаштың бетіне жағамыз. Содан соң алдын ала 180 градуста қызып тұрған пеште қызарып дайын болғанша 25-30 минуттай тоқаштарымызды пісіріп аламыз. Мінекей достар, үлпілдеген жұп-жұмсақ тоқаштарымыз дайын болды. Егер де сізге видео ұнаса, каналыма тіркеліп, лайк басып, пікір қалдырып, қолдап кетулеріңізді сұраймын.